Сәлем балалар, бүгін біз wish және if only құрылымдарын өткенге өкінгенде қалай қолданатынымызды үйренеміз. Бұл не? Wish пен if only біз өткенде болған оқиғаларға өкінгенде қолданылатын тіркестер. Яғни бір нәрсе болып қойған, бірақ біз оның басқаша болғанын қалар едік. Мысалы, I wish I had studied more. Мен көбірек оқыған болсам ғой. Өкініш, жеткілікті оқымадым. If only she had told me the truth. Шындықты айтқан болса ғой. Айтпады, өкініш бар. We wish we hadn't missed the train. Пойыздан қалып қоймағанымызда ғой. Қалып қойдық, өкініп тұрмыз. Оның құрылысы, яғни формуласы I wish немесе if only plus subject plus had plus past participle, яғни past perfect формасы қолданылады. Wish пен if only-ның айырмашылығы екеуі де мағына жағынан ұқсас, бірақ if only ол сезімді күштірек жеткізеді. Өкіну, ренжу немесе өкініш күшті болғанда қолданылады. Wish жиі қолданылады, мағынасы сәл бейтарап.